тынбайды екенсің, не істеп жатсың? Асқабақ жеп көрдің ба сен? Жеп көрдім. Мен асқабақты мана сен келген кейін не істеймін деп осылай тазартып қоямын. Кәдімгі асқабақ. Құйрық жейсің ба? Қойдың құйрығы. Құйрық? Не? Сен қай жақтың баласысың? Қызылорданыкімін ғой. Қызылордада құйрығы жоқ па? Бар ғой. Арасында бүйтіп майда-шүйдасы мынау міне. Майдағы қойдың құйрығы. Мен ылғи алып қоямын. Осыдан қазір міне көп алмаймыз. Азақ аламыз. Сонда не істейін отырсыз бұны? Қазір көресің. Қазір күздің уақыты. Асқабақ деген бауырға өте пайдалы. Қазір мен шай ішкен кезде көрсетемін дастарханда. Менде асқабақтың дәні үзілмейді. Әрі қымбат емес. Міне мынау жеткілікті. Сковородкамды алайын. Бұны көбі асқабақты анадай сұйық майға қуыратшы. Сіз неге қуырасыз? Мен құйрық майға қуырам, сосын өркешке қуырам. Өркешке? Өркеш деген өте керемет. Мен түйесі бар ауылдың қызымын ғой. Қуырмайды, құйрықты шыжғырады. Шыжғырғаннан кейін соны шыққан майына қуырады. Бізде көп адам шатастырады. Шұжық дейді. Шұжық деген соғым сойған кезде, қаз айналдырған кезде ұсақ түйек еттер түсіп қалады ғой. Соны жылқының ана қарнына салып, сол ішегіне қалса ішегіне соны кусок ет қой мынадай тұздап, бұрыштамайды, оны салып тастайды. Мынадай болып тұрады. Соны шұжық дейді. Сол шұжықты біз кішкене ғана кесіп әкеліп берейік, шетін кесіп қойса болды, біз өзіміз қолымызбен үңгіп алып, оны қуырмашқа пайдаланамыз. Өзіміз ет асқан кезде кейде арасында шешелеріміз салып жібереді. Ол яғни шұжық деген қадірлі қонаққа берілетін нәрсе емес. Қадірлі қонаққа кәдімгі таза қазы бересің. Қазының өзі біздің бала кезімізде қабырғасын алмай, сүйегіменен бірге айналдыратын. Міне. Көрдің бе? Мынаны қазір май шығады. Осы май шығып әбден қуырылғаннан кейін оны шыжық дейді. Бұны шыжғырғанын біз көктемде ауылда осы қойдың құйрығы, тағы не қалған майлардың барлығын үлкен қазанға, даладағы ошаққа шыжғырамыз. Шыжығының бәрін алып қоямыз, тастамаймыз. Оны кәдімгі біз мынадай формовкаға нан жабатын едік қой үйде. Соны арасына салып жібереді. Манты істеген кезде арасына салып жібереді. Майлы ол. Яғни қалдырмаймыз, пайдалы ол майлыдан бұрын. Мынада шыжғырылған майына тамақ істейміз. Ала жаздай. Мынау деген таза құйрық. Дәм біртүрлі болмай ма? Қазір мен саған жегізем, көресің сосын. Өзің сияқты содан кейін бургер жеп жүргендерге айтасың. Ойбай, құйрық майдан қандай екен. Оған дейін мен немді турай берем. Мынау деген асқабақ деген өте пайдалы. Өте пайдалы. Мен өзім жақсы көрем. Бұны духовканың астына да істеуге болады. Мантаваркаге парға да істеуге болады, кәдімгі буға. Мен қуырып осы жақсы көрем. Бұл күнделікті үйде істейтін нәрселер ғой. Мен енді анау контент іздеген кезде аспаннан айды алып келіп, оны жұлдызға жанастырып бір нәрсе ашайын деп жатқан жоқпын. Күнделікті. Осының бәрі негізі күйбең тірлікте істеп жүрсем, ерінбей. Әрі пайдалы, әрі балаларға үйретесің. Мына сосын біздің Қазақстанның асқабағы бар ғой, керемет. Әсіресе осы мына қызыл асқабақты жақсы көрем. Кәдімгі қант татып тұр ғой. Бұның үстіне қант сеуіп, біреулер духовкаға сөйтіп жатады. Бұған ештеңенің керегі жоқ. Өзі кәдімгі бал татып тұрады ғой. Асқабақ өзі жейсің ба, сен жемейсің бе? Асқабақ манты жеймін. Манты күшті. Манты да жақсы. Бірақ мынадай қуырып тұрған жақсы арасында. Бірақ мына не істеп жатқаныңызды білмеймін, бірінші рет жейін деп тұрмын мен. Соны көріп тұрмын ғой сені. Бұл Айжұлдыздың жақсы көретін тамағы негізі. Басқан жемесе де осыны жейді. Сылдырмақ әзір жемейді. Білмеймін. Жегіз алмай жүрмін. Қараш. Қандай май шықты, кішкене неден, құйрықтан. Керешке сияқты болып отыр. Қазір мен саған мынаны жегіземін. Енді асқабағымызды салайық. Біраз май бар екен. Ет кетіп көрдің ба? Қойдың құйрығын жемейін дейсіңдер. Содан кейін бар бәрін қаурасыңдар. Ертеңгісін асқадан өт дұрыс жүру үшін мына құйрықтан я болмаса кәдімгі ең құрығанда сары майдан алып адам жеу керек. Асқазанға өтті тамызып тұратын сұрайтын осы май. Қойдың құйрығын жемегеннен кейін бауырларың ауырады. Оны мен емес, қазір профессорлар айтып жатыр. Мен өмірі жеймін осы құйрықты. Сол үшін қойшының қыз болғанына қуанам кейде. Қарасыңдар қандай керемет.
Тоясың ба, осы жете ма? Маған көп ол. Жетеді. Мен де жеттім да сенбіз. Сіз ішті. Иә. Қайда өзім жалғыз жеп отырамын дедім. Астын ашамыз енді әкесін танытып. Осылай қуғанымызды тұрамыз. Нанда мынадай бар. Мен өзім әдетімді айтайын, қыз-келіншектер. Әжем айтатын, нанның қиқымынан сақтан деп. Сол кезде естіп жүрміз, сол миымызда сіңіп қалған нанның қиқымын ешқашан тастамайтын. Сөйтсе Алла тағала айтқан екен, дастарханның берекетін нанның қиқымына жасырдым. Қыдыр атаны қариялардың ортасына жасырдым деп айтты дегенде. Сол үшін әжемнің баяғы үйреткені бойынша таң тураған кезде міндетті түрде астында трәпкі болады. Мінекей. Өйткені нан үгітіледі ғой бәрін. Мына қиқымның бәрін тастамаймыз. Осыны әжем бүйтіп қана қағып алатын да біздің аузымызға. Енді қалған қиқым қалады. Жаңа айтыпты ғой, қарлығаш несімен тұмсығыменен өртке су тасып бара жатса күлген екен барлығын. Сонда айтқан екен, күлсеңдер күле беріңдер. Есесіне Алла тағала біліп тұр менің кімнің жағында екенімді деп. Себебіміз. Өткен менің құйрығым тұздалмаған. Адан аламда. Аш алсын. Маса тас па? Иә. Қалай? Көрдің ба? Тамақтың көкесі. Мынаны жеп алсаң, кешке дейін қарның ашытпайды ғой. Қарның шоқ демек. Дәмді кені? Саған не? Тағы бірінші. Тағы бір. Жоқ, тағы бір. Не сағылай берейін. Қасық қой ма? Көрдің ба? Жүрегіңе түйді. Өзін жіберіп бардық, Осы мен арманым жоқ болып тұрған. Сенің арманым жоқ. Біз саламыз. Асқабаққа тұздың бұның керегі жоқ. Өзінің шекер дәмін тартып тұрады. Мінекей. Ой, бағына кетіп тұр. Осы сковородкасымен қойсақ, мен жей саламын осылай. Өзім де сковородкасымен қояйын деп атым. Мен де солай жеген жақсы көремін. Маған сковородканың астына қалған құтқан матадан тіккен менің төсенішім. Мен негізі анда-санда отырып жаңағы көрпе тігетін бар ғой, көрпемді кейін көрсетерім. Ерінбесе ғана жалдап тұр мен тіккен көрпем. Дайын тыстан алдым да қаптап тіктім. Так. Мен саған көрсетейін. Контентті көкесін. Ал, енді мен саған таныстырайын. Таныстырыңыз. Мынау асқабақ, иә? Рахаттан жейсің ананың майына. Мынаның майына мінекей қара. Мына жақ қырықмайды, түсірші ішкел. Түсіріп атым ғой? Міне. Майдың кәдімгі. Майына міне. Күшті ма? Ал же. Мынау сар шекер. Бұны өзім қатырдым деп айтпай қойып, мен де қатырам. Кәдімгі құм шекер бар ғой? Содан біздің жақта ол сар шекер қайнатпай нағылмайды. Мен қатырсам кейде қатырлап кетеді, үстіне сүт қосатын әжем. Мынау қолдың сары майы. Мынаны бізде жарма дейді. Тарыдан істеген. Бұл жақта талқан дейді. Талқан деп бұның сыртындағы кеуегін айтамыз, қауызын. Ал мынау тары демек, негіз бізде сөк дейді. Мынау қолдың варенесі, мынау қолдың творығы, мынау тағы менің болгарский переспен неден істеген. В общем, тойып аламын. Бәрін күшті. Мен енді шайды құяйын. Қазір нан жей берейінші мені, шай құя беріңіз. Шайды құяйын. Крем үстінде көрдің ба? Мынадан бүйтіп құясың. Тағы да краскаға эксперимент жасайық. Ал, бар ма краска? Жоқ кел. Ал, ішіп көр. Ас болсын. Мына асқабақтан суымай тұрып жүрші. Арасында мен де түсіршіш өзін түсірші. Үлгірмей атырым ғой, не жетін білмей. Мінекей, мына асқабақты қараңыздар. Қыздар. Әрі қол жетімді бағасы мінекей. Нан менен қосып рахат бісмілі. Шынымен тәтті болады екен, Қант қосып қойған жақта, Қант қосып қойған жақта. Құйрық майды біз жемейміз деп, мен бір кісілерден естеймін осы таныстарынан. Біз май жемейміз, біздің үйде май бар, қай жерге сатуға болады дейді. Ненің май десем, қойдың құйрығы дейді. Әкен маған дедім. Кесеге шайға міне. Тарыдан сал бүйтіп. Енді дәмін көр. Сосын мына шекерменен
сары шекер мен. Аны тістеп жеп отырам ба? Әкел мен түсірейін сені. Сізді үйретіп қойдым ба? Сізді мобилы біліп. Бол, жешеш енді. Қорққаннан. Ұрсып атқаннан не істермей қалдым. Сен дәмін айтсайшы халыққа. Тары қосқан шай қалай екен? Ма енді мен түсірмеймін. Менде адамы ғой, еңбегім бар. Ойбай, мен өзіме кесе алмаған ба? Бісміллә. Сүт, қолдың сүті. Бәрі қолдық екен әжер. Бәрі қолдыкі? Бәрі қолдық. Самауырынды да өзің істеген сияқтысыз ба? Самауырынды өзім істеген жоқ. Меніменен қатар ғой деймін. Құрдасыңыз ба? Мен бүйті қолмен сала салам. Жақсы көремін да. Тарымен шай ішкенді. Мына сары шекер деген керемет. Айтпақса ана жақта не бар? Асқабақтың дәні бар. Жаңа айттым ғой. Асқабақтың өзі де пайдалы, дәні де пайдалы. Сосын мына асқабақты алғаннан кейін қыздар, келіншектер, міндетті түрде бір жылы суға әдемілеп жуып алсаңдар, қыр қоқысы шығады. Содан кейін сәл кептіргеннен кейін не болып, ана духовка бар ғой, соны 180 градусқа әбден қыздырып алыңдар да, сосын мынаны астына содан кейін барып салып, 5-ақ минутқа қойып алыңдар. Мен мынаны да сөйтем. Сонда ішінде личинка анау дейміз, соның барлығы өледі. Сосын бұл құрттамайды содан кейін. Кез келген жерге салып қоясың. Пайда. Күшті топ тұркен. Ал шай іш. Енді контентін тоқтатат шығасың. Ал, Асқабақтарды түсіріп. бізге ас болсын, осымен сіздерге сау болыңыздар дейік. Иә, аман есен болыңыздар. Егер біздің контентіміз сіздерге ұнап жатса, біздің жаңа ұмытылып бара жатқан осы үйдің ішіндегі, мен ойлаймын, тәрбиенің бәрі осы үйдің ішінде деп. Үйдің ішіндегі осындай дүниелерімізді, керек дүниелерімізді көрсетіп отырсақ, біздің киген норка шубымыз, біздің таққан бриллиантымыз меніңше ешкімге де керек емес сияқты. Біз жастарға керегі, өйткені бір ғана Ақсорпаның өзінен маған дайрекке қаншама келіншектерден келді. Рахмет, бұрын еститін едім, мамам рахаттанып ішіп жатыр, әжеме бердім, атам ішіп жатыр деп. Ендеше сіздерге ұнап жатса, мен өзім күнделікті өмірде пайдаланатын, ешқандай жасандылығы жоқ, осындай дүниелерімді сіздерге көрсетіп тұрайын. Сіздер соны қайталасаңыздар, мен үшін емес, өздеріңіз үшін, бала шағаңыз үшін, мына бір ғана асқабақтың өзі табиғи тамақ, соның өзін балаларға беріп, не де болса, қолдан үйден кішкене ғана тамақ істесең, үйдің ішінде дастарханда өзі берекелі болады. Сырттан ішкен тамақ сыртта қалып қояды. Сондықтан да бала шағаларыңыздың басын қосып, не де болса үйден жасаңыздар. Әрі қаражат жағынан эконом болады, әрі сіңімді болады, әрі берекелі, әрі надежный болады. Өйткені қорықпайсың, өзің дайындадың. Ас болсын, аман болыңыздар, дастархандарыңыздан береке кетпесін.